Жұмыс бабымен Астанадағы жаңа жобаға барып келу керек болды. Мен біздің департамент директорынан іс-сапарға әйелімді бірге жіберуін сұрадым. Онсыз да хатшылар жеткілікті, ал ол маған Астанада ұсақ-түйекке көмектеседі. Солай келістік. Әйелім екеуміз вагонға кірдік те жайлы купеге орналастық. Біз купеде жалғыз болмадық. Тағы бір жолаушы бар еді. Бізге қарсы отырған Дәурен айтарлықтан ірі жігіт екен. Бойы 187 сантиметрден кем емес. Кішкентай қозы қарыны бар. Беті де кішкене толықтау келген. Салмағы 100 килограммдан кем болмаса керек. Кеш батып, әркім өз шаруасына кірісті. Менің арық Назирам сөмкедегі бір заттарды ақтарып жатыр. Мен электронды кітап оқып отырмын. Сапарлас жігіт телефонда жатыр. Шамасы Инстаграмнан спортқа қатысты видеолар көріп жатқан болу керек. Кейде жуан даусымен бізді елеместен қарқылдап күліп қояды. Кейде оның назары Назирада болатынын да байқап қалатынмын. Ол дәретханаға барып қысқа шорты мен майкаға киімін ауыстырып алды. Ол Дәуренге теріс қарап жоғарыдағы заттарды орнына қойып жатқанда, оның көзі менің әйелімнің әдеміше келген көтеніне түсіп жатты. Маған бұл ұнамады. Бір түрлі бір жыртқыштық көзқарас секілді көрінетін. Бірақ сәлден соң назары жылдам телефонға ауысып кетеді. Бірге Дәурен сұқ саусағым жоғары көтеріп, бізге өзіне жақсы бір идея келгенді білдірді. Әлде ойына бірдеңе түсіп кетті екен. Бір кезде кішігірім спорт сөмкесінен бір бөтелке виски алып шықты. Маркасы есімде жоқ. Глен бірдеңе деген. 3 пластик стакан алып, «Қалай, танысамыз ба?» деп сұрады да жауап күтпестен ішімдікті құя бастады. «Ой, кеш батып кетпеді ме?» деді Назира. «Маған құймаңыз», дедім мен. «Жастар-ау, сендерге не болған? Мені жалғыз қалдырасыңдар ма? Сендердің жастарыңда мен денсаулығымды аямадым, ал мында бір бар болғаны 0,5 бөтелке». Бізді сөзімізді құлағына да ілмей бәрімізге құйды да стаканды қолымызға ұстатты. Стаканымызды түйістірдік те таныстық үшін алып қойдық. Менің бірден ішім жылып кетті, ал сүйіктім мүлдем соңына дейін іше алмай қалды. «Қалай, тағы 50-ден көреміз бе?» Сөзін жұтып сөйлеп, тағы да 50 грамм алуды ұсынды. «Назира өткізіп жіберетін сияқты», деп әйелім үшінші жақта жауап берді. Ол екеумізге құйды. Оның алдында ыңғайсыздау болғасын, оны жалғыз қалдырмайын деп шештім. Ішіп жібердік. Виски басыма тиді. Сәл басым айналғандай болды. Әңгіме айта бастады. Дәурен өзі туралы айтты. Ол бодибилдингпен айналысқан екен. Ауыр темірлерді көтерген Азия чемпионы. Телефонды қолымызға беріп сайыстарын көрсетті. Біз туралы да білді. Менің жасым 26-да, Назира 23-те екенін, бірге жұмыс істейтінімізді айттым. Дәурен спорттық өміріндегі түрлі жайттарды айтып, арасында күлдіріп отырды. Дәурен ішімдікті қайта-қайта құйып отыр. Біздің ортамыз қыза түсті. Отырыстың басында сезінген қолайсыздық қазір жоқ болды. Көңілді отырып, бірімізден соң біріміз анекдот айта бастадық. Назира әзілге жоқ екен. Біз оның әзілін емес, оның қалай айтып отырғанына күліп отырмыз. Оған Назираның өзі де мәз. Бәрі кезек-кезек дәретханаға шығып келіп отыр. Назира бірнеше рет барып келді. Кейін Дәурен. Мен тұруға ыңғайлағанымда, көбірек ішіп қойғанымды түсіндім. Аяғыма әзер тұрғанымда үстелдің астында бір емес, 2 бірдей бос бөтелке тұрғанын көзім шалды. Ал үстелде тұрғаны 3-ші болуы керек. Осынша көп ішкеніміз ұнамай, ішімнен тыржиып қалдым. Қалғандары маған назар аударып та отырған жоқ. Назира маған қарап, «Бәрі дұрыс па?» деп сұрады.
Сендер көп ішіп қоймадыңдар ма? Деп түсініксіздеу айттым. Негізгі ойым Дәурен бізге неге сонша көп құйғанын меңзеу еді, бірақ ойым жинақталмай қойды. Я, жарайды, деді Назира бетін тыжырайтып. Дәретханаға бар, деді де Дәуренмен айтып отырған әңгімесіне қайта кірісті. Дәурен маған қарамастан екеуіне виски құйып отыр екен. Бетімді суық сумен шайып жібергеннен кейін өз-өзіме келгендей болдым. Жолда жүргеніміз, отырғанымыз, спирт барлығы өз әсерін тигізсе керек. Қысқасы, вагонда теңселе жүріп, купеге де жеттім. Неге екенін білмеймін, әйтеуір Дәуреннің мен жоқтағы әрекетін көргім келді. Ойлаған әрекетімді жасайын деп, ақырын есікті жылжыттым. Әлсіз шам жарығы. Назёк отыр, оған қарсы Дәурен отыр. Әлі де әңгіме айтып отыр екен. Я, массаждың курсын өттім. Мойын мен иықтың айналасында жақсы жұмыс істеймін. Иығың мен мойныңа жасап берейін, деп ойда жоқта Дәурен ұсыныс айтты. Ішімде бірдеңе дір ете қалды. Әйелімнің қарсы болғанын күтіп тұр едім. Оның орнына ол, білмеймін, негізі мойным ауырып тұрмаған сияқты. Күйеуім де қазір келер. Ішкен адам дұрыс түсінбей жүрсе. Хе-хе, боқ қарынның күлкісін естідім. Мен денеңді емес, мойныңды уқалаймын ғой. Сосын мойынды тек ауырған уқалау керек деген жоқ. Жиналған тұзды таратып тұру керек. Жарайды. Мас даусымен жаным келісімін берді. Әрі қарай купеде керуеттің тырсылына ұқсайтын бір дауыстар естілді. Міне, мына жерге отыр, деді Дәурен. Керуеттің тырсылы сосын тыныштық. Бірер сәттен соң әйелімнің даусы анығырақ, оның ауыр дем алғаны естілді. Ох, қолың жақсы екен, деді ол. Тағы да 3-4 минут өтті. Сенің күйеуің көпке айналды ғой, деді Дәурен. Шынымен, оған бірдеңе болып қалған жоқ па екен? Барып қарап келу керек, деді Назёк. Оған не болсын? Көп болса басы айналып құсып жатқан болар. Қазір келер, әрі қарай жалғастыра берейік, деді ол. Мен ештеңе түсінер емеспін. Осы уақытқа дейін оларға кіре алмай тұрмын. Тіпті оларға қарауға да бірдеңе жібермей тұр. Кеудемде жүрегім қатты соғып, басым айналып, ең қызығы мүшем тұрып кетті. Қызық, мынау қайдан шыққан нәрсе? Бөтен еркектің әйеліме массаж жасағанын есту мені қоздырып тұр, деп ойладым. Мына тоқтату керек. Мен мүмкіндігінше әдеттегідей кіруге тырыстым. Есікті ашып, Дәуренге арқасын беріп отырған әйелімді көрдім. Дәурен болса сәл түпке қарай отырып, аяғымен әйелімді орап отыр. Әйелімнің қолының оның үлкен аяғының үстінде жатыр. Оның майкасы мен лифчигінің жіптері түскен. Дәурен иығына массаж жасап отыр. Оның еріндері әйелімнің құлағына жақын тұр. Еріндері сәл ашылған және арасында ыстық демінен құлағына үрлеп қояды. О, бауырым, ұзаққа айналдың ғой, деді дәу жігіт. Не істеп отырсыңдар, деп сабырлы үнмен сұрадым. Әйелім көзін ашып, жаным, маған Дәурен массаж жасап бергісі келді. Ол курстан өткен екен, сертификаты бар массажист, деді Назира. Сосын, қалайсың, бәрі жақсы ма, деп сұрады. Я, жақсымын, дедім де, вагон ресторанға барып келдім, деп қоса салдым. Жарайды, қазір кішкенеден отыра тұр, ол әлі 5 минуттай уқалайды, деді көзін жартылай ашып. Мен осы оқиғада өзімді бір тұтқын секілді сезіндім. Мен оларды тоқтатқым келмеді. Оған қоса бұл жағдай маған ұнамады. Мен қарсы орынға отырдым да қарап отырдым. Басқа істерге амалым болмады. Дәурен саспастан маған қарап, әңгімесін жалғастыра берді. Әйеліме тіпті назар аударып отырмаған кейіп танытып. Ол менен немен айналысатынымды туралы сұрап, мен сөйлетіп жібергені сонша жұмысым туралы тереңнен айта бастадым.
Мен оған жұмысымның істеп көрмеген адам түсінбейтін жақтарын айта бастадым. Ал ол болса түсінген адамдай бас изеп отыр. Соған дейін оның қолы әйелімнің омыртқасына да төмендеп үлгерді. Ол уқалауды тоқтатпады. Ал әйелім болса көзін жұмып, артқа шалқайған күйі оның иығына басын қойды. Әйелім қолымен оның аяғын сәл ғана қыса түсті. Мен не болып жатқан түсінбей отырмын. Оған қоса төсекке жатып қатты қателестім. Ішімдік пен жолдың әсерінен тез масайып, ұйқыға тартып кетті. Әңгімем де түсініксіздеу болып барады. Солай біз осының бәрін демалыс бойы жасадық, әйтпесе үлгірмей қалушы едік, дедім мен. Аха, деп жауап берді Дәурен. Мен көзімді жұмып, әңгімемді жалғастыра бердім. Бірақ сөзімнің арасындағы үзілістер ұзара берді. Түсінікті. Маған бір сөздер естілді. Ал мен жауап бердім тағы да үзіліс. Мені ұйқыға кеттім. Көзім қарауытып жатып, сыбырлап шыққан бір сөздерді естідім. Оның мазасын алмайық, шаршап қалыпты, деді сабырмен Дәурен. Қараңғыда бір тырсылды естідім де, менің үстіме жабылған көрпені сездім. Оны жоғарыға көтеріп тастайын ба, деді, сұрады Дәурен. Тек абайлап көтермесең, деді әйелім. Қарсы келетін күшім болған да жоқ. Анау дәу жігіт мені оп-оңай көтеріп алды да жоғарыға жатқыза салды. Оған қоса қабырғаға бұрып қойды. Енді жатамыз ба, деді Назира. Бірінші арқаға массажды бітіріп тастайық, сосын орнымызға қайтамыз, деді Дәурен. Саған ұнап жатыр ма? Аха, деп жауап берді Назира. Міне, өзіңнің төсегіңе жатсаң да болады. Ыңғайлы болу үшін майкаңды шешіп таста, сосын сол жерде ұйықтай саласың. Жарайды, кішкене тарсылдар естілді. Мен жартылай ғана түсініп жатырмын. Қатты ұйқым келіп жатыр, кейде ұйықтап кетіп те жаттым. Аха, бір сәтте әйелім күлді. Біз олай келіспедік. Жарайды енді, саған ұнап жатыр ғой, деді дәу жігіт. Аха, Дәурен, қойшы. Көтіме тек күйеуім массаж жасайды. Қойшы, дененің кез келген бөлігінде бұлшық ет бар, деген дауысы естілді. Кейін тағы да тарсыл, сосын бірдеңе шешілгендей болды. Сыбыр. Мен кері бұрылып, төменде не болып жатқанын қараймын деп шештім. Бірақ еш нәрсе көрмедім. Ойыма олардың екеуі де астымда жатыр деген ой келді. Бірақ неге Дәуреннің аяғы көрінбейді? Тағы да ұйқыға кеттім. Әйелімнің сәл айқайынан оянып кеттім. Тоқта, керек емес, мен келіспедім ғой. Әйелім үнін өшірді де ақырын тарсылдар басталды. Әрбір тарсылдан әйелімнің дауысы қаттырақ шыға бастады. Үндеме, әйтпесе күйеуіңді оятамыз. Күнтимеңді уқалағанда рақаттанып жатқанды өзің айттың ғой, деп сыбырлады Дәурен. Түсініксіз бірдеңе айтып жатыр әйелім. Жүрегім тарсылдап соға кетті. Белгісіз бір қорқыныш болды. Бірақ төменге түсуге батпадым. Маған мұндай екі ұдай сәтте қалу қорқынышты болды. Мас әйелімді онымен қалдырып кеткеніме өзім кінәлімін. Бірақ төменде сұмдық бірдеңе болып жатыр. Тах, бұл дауыстардың арасында үзіліс болды. Ана дәудің төменде әйелімді итеріп жатқанын түсіндім. Бір сәтте күтпеген жерден мен қатты қозғанымды байқадым. Шалбарыма қолымды салып, сәл мүшемді қыса бастадым. Басымды төсектің басына апарып, төменде не болып жатқанын қараңғыда көруге тырыстым. Қараңғыдан көзім түк көрер емес. Дәудің әйелімнің үстіндегі бейнесі қараңдайды. Бір жарығы бар елді мекеннің қасынан өтіп барамыз. Мен оның әйелімнің бетіне ұстап, өзінің мүшесін оған ақырын әрі жылдам қозғалыспен кіргізіп жатқанын көрдім. Деп ыңырсып жатыр әйелім. Айқайламаймын десең, қолымды аламын. Келістік пе? Деп сұрады ол. Әйелім басын изеді. Үлкен машина әйелімнің бетіне қолын алды. Құдай-ау деп сыбырлады.
қандай үлкен еді. Қане, маған күн тимеген кіруге кедергі болмас үшін соңғы затты алып тастайық, деді де дәй әйелімнен шортыды шеше бастады. Ол оған көмектесу үшін бел көтерді. Бір кезде әлсіз жарықтың сәулесімен маған Дәуреннің мүшесі көрінді. Адамға тән өлшем емес, қатты үлкен, соншама үлкен мүшесі бар ма, деп ойладым. Мен асыра сілтеп айтқанды жақсы көретіндердің қатарынан емеспін. Бірақ ода 22-23 сантиметр ұзындығы, ені 6-7 сантиметр болса керек. Түріне қарасаң, үлкен баклажанға ұқсайды. Осындай томардың әйеліме кіретінін ойлағаннан, оның күнтемесі не болатыны туралы ойға шомдым. Дәу жылдам ішке кіргізіп, қайта шығару да арасына үзіліс салып тұр. О, Назира дем алды. Тақ, тезірек қимылдай бастады. Иә, сыбырмен әйелім, қаттырақ, тағы. Бір кезде дәу әйеліме еңкейді. Еріндердің сорысқан дауысы естілді. Олар сонда бір құштарлықпен сүйісіп жатыр. Ол әйелімнің аяғын айқара ашып жіберді де, менің алдымнан аяғын қызғылт түспен бояған әйелімнің тырнақтары көрінді. Аяқтары ерсілі-қарсылы ойнақшып жатыр. Ах, я, тағы, қаттырақ, о, ыңырсып жатыр әйелім. Итерші мені, я. Ұнайма қаншық, деп сұрады. Я, тоқтамашы. Тақ. Олардан дененің бірінен шанысқандағы дыбысы шыға бастады. Терезе буланып, купе ыстықтап кетті. Олар қаттырақ әрі жиірек дем ала бастады. Тіпті мені оянып кетеді деген қаупі де жоқ секілді. Я, мен өмірімде бұлай рахаттанып көрмедім. Итерші мені, мен сендікпін, қазір бітіремін. Әйелім ағынан жарылып айтқан шындығынан менің жүрегім ауырып кетті. Менің үлкен мүшем ұнай ма, деді дәу. Я, қатты ұнайды. Я, сайқал, күйеуің сенің бұлай итермей ме, дейді ол. Әйелім үнсіз. Айт, сәл дауысын көтерді де қаттырақ итере бастады. Назира тек ыңырсумен болды. Айт, дедім сайқал, деп талап қойды дәу жігіт. Жоқ, ешқашан бұндай рахат болмаған. Өзін әзер ұстаған әйелім жауабын берді. Қайтадан сүйіскен дыбыс естілді. Темп артқан үстіне арта берді. Олардың тоқтайтын түрі жоқтай, төсектің сықыры күшейіп, айнала менімен қоса қозғала бастады. Тақ, әйелімнің күнтемесінен осындай дыбыстар шыға бастады. Ыңырсып, бітіріп жатырмын. Назира зар қақты, ыңырсып. О, я, сенің күнтемең бұлақтай ағып кетті. Көтің әдемі сайқал екенсің өзі, деді біздің сапарлас айғырымыз. Тыныштық орнады. Әйелім уайымдап кетті. Сыр білдірмеу үшін басымды қайтадан жастыққа қарай шегіндіріп алдым. Көзімді сығырайтып қарасам, әйелім мені ұйықтап жатырғаным тексергендей қарап тұр екен. Ол жалаңаш денесін не болса да көрсетпейін дегендей көрпемен орап тұрды. Бір кезде Дәурен оның артынан келді де иығынан қысып құлағынан сүйді. Қалай ойлайсың, ол бізді естіді ме, деді әйелім. Ол тойғанша ішіп алды, оны қазір ештеңеде оятпайды, деп Дәурен оны көндіруге тырысты. Вагон ресторанға кеттік, демімізді басып, ес жиып қайтайық, кофе ішейік. Білмеймін, әйелім ойланып тұрып, қазір жатып ұйықтағанымыз дұрыс болар. Өзің біл, менің қарным аш, барып тамақ ішемін, деді де дәу киініп алып шығып кетті. Бірер минуттан соң әйелім орнынан тұрып, өзін ретке келтірді. Мені қатты қоздыратын қысқа қызыл түсті халатын киіп көпеден шығып кетті. Мен уайымнан өліп кетердей болып, енді не істерімді ойланып жаттым.